Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өтетін тақырыбымыз бізде структура, яғни структура дегеніміз не, ол бізде қалай жұмыс жасайды. Жалпы бізде маркеттің өзі белгілі бір структурадан тұрады. Қарасаңыздар, астыңғы жақта, мынау бізде өскен, құлаған, баға бір орында не істеп қалған, қатып қалған. Бұның барлығы бізде структураға жатады. Енді біз осы структураның түрлерін қарастырайық. Бірінші структура ол бізде восходящий, яғни бағаның не істеуі, жоғарыға қарай өсуі. Екіншісі бізде нисходящий, бағаның төменге қарай не істеуі, құлауы. Үшіншісі бізде боковик, яғни бағаның бір орында қатып қалуы. Жалпы қарасаңыздар, бізде осындай үш структура түрі бар. Осыны сіздер түсіну арқылы, ішіндегі терминдерді ұғыну арқылы алдағы уақытта анализ жасауларға сіздерге оңай болады. Енді кеттік. Бізде структурада тағы да бір түсінетін нәрсе, оның осындай үстіңгі бұрышы және астыңғы бұрышы болады. Ол бізде яғни high және low деп аталады. Үстіңгісі бізде high, астыңғысы бізде low деп аталады. Мысалға қараңыздар, мынаның үстіңгісі high, low. Мына жерде де нисходящийді high, low. Яғни ешқандай бізде айырмашылығы жоқ, high, low болып аталады. Одан бөлек боковикте де дәл солай болады. Боковик бізде консолидация, рейндж деген сияқты басқа да синоним атаулары бар, бірақ боковик деп біз алдыда қарастыратын боламыз. Кеттік. Біз енді еуро-доллардың 4 сағаттық таймфреймге өтіп, осы трендтердің түрлерін қарайық. Мысалға қарасаңыздар, баға бізде өскен, одан төменге қарай құлаған. Осы жердегі мысалға мынау бізде low, мынау жақта бізде high, low, high, low, high, low, high. Одан кейін баға не істейді, бізде жоғарыға қарай өседі. Бізде мына жердің барлығы біз алдыда swing high деп қарастырамыз. Ішіндегі зоналарды табу, блоктарды табу, имбаланстармен жұмыс, соның барлығын қарастыратын боламыз. Мынау бізде мысалы құлап жатқан тренд болса, мынау бізде өсіп келе жатқан тренд. Бізде тағы да одан бөлек бір орында қатып қалған трендтер бар. Ол мысалы мына жерде рейндж болып қалды, боковикта тұрып қалды баға. Мына жерде біз кішкене боковикта тұрып, не істеді, баға төменге қарай жылжыды. Яғни боковик деген нәрсе, міне осындай нәрсе, бағаның бір орында не істеуі, қатып қалуы. Біз жаңағы структураны кез келген таймфреймде қарай аламыз. 15 минуттық, 1 сағаттық, 4 сағаттық, күндік, ол бізде кәдімгі структураның түсінігі болып қараймыз. Мысалға мына жақта қарап, бір күндік таймфреймде қараңыздар, бізде баға не істеген, шортқа құлаған high, low, мен мынаны қосып алайын сіздерге. High, low. Өшіреміз. Мына жердегі қараңыздар, мынау бізде мысалға low, мынау high, мынау low, high, low, high. Яғни дәл осылай баға не істеген, нисходящий трендтен восходящий трендке ауысты. Ол бізде осы шорттан лонгқа ауысуын қалай бізде сигнал берді, оны алдағы сабақтарда біз көретін боламыз. Бағаны мысалға мына жерде қарасаңыздар, бір орында қатып қалуы. Көріп тұрғандарыңызда, бірнеше күн бойы бізде бір орында қатып қалуы, бұл бізде консолидация аталады, жаңағы боковик. Осылармен біз қалай торговать етеміз, бұл жердегі маркеттегі қозғалыстар бізде қалай жүреді, оның барлығын алдағы сабақтарда қарастыратын боламыз. Сіздер маркетті ашып, қазіргі тапсырмаларыңыз, яғни қараңыздар, мынау бізде шорт, дұрыс па, қате ма, ол сіздерге не? Бұл практика ретінде жасайсыздар, просто осылай міне шорт, көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін бізде осы жерде мысалы high нүктесі, бұлай ашып алып, сызып, мынау бізде high, low, high. Осылай сызасыздар, low, high. Мысалы, ана бізде нисходящий сыздық, одан кейін бізде давайте лонгқа сызайық, мысалға, мынау бізде high, low, low, high, деген сияқты осы трендтің, яғни көтеріліп жатқан. Мынау бізде қандай тренд? Бұл бізде жоғары бағытталған восходящий тренд, көріп тұрсыздар. Енді біз бір консолидацияны алып, тоже хайлойларын сызып көрейік. Мынау бізде күндік таймфреймде біздегі бағанымыз ана жерде консолидация тұр екен, қараңыздар. Когда графикті бүйтіп сузить еткенде, кіші еткенде, сіздерге уже көрінеді. Мысалы, мынау бізде консолидация көріп тұрғандарыңыздай бағада. Өте үлкен уақытта консолидация болған. Бұл бізде қараңыздар. High, low, high деп осылай сызып маған жіберсеңіздер болады, комментарийға жіберсеңіздер болады, немесе телеграм каналда жіберсеңіздер болады. Мен тексеріп, сіздерге кішігірім болсын кері байланыс беретін боламын.